Өте биік әрі бір жасағаннан шығатын бисквит жасайтын боламыз. Біз ең әуелі жұмыртқамыз салқын болуы міндетті. Содан соң біз жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөлеміз. Ақуызында осындай ыдыс қолданған дұрыс. Және де құрғақ, таза болу керек. Ақуызымыз бен сарыуызымызды бөліп аламыз. Біздің миксеріміздің венчигі де құрғақ болу керек. Ақуызға мүлдем сарыуыз түсіп кетпеу керек. Қантымыздың жарты бөлігін сарыуызымызға, жарты бөлігін ақуызға аз-аздан сала отырып, миксердің жылдамдығын көтере отырып, 4-5 минут көлемінде аппақ масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Ақуызымыз төгілмеу керек, сонда біздің бисквитіміз дұрыс шығады. Сарыуызымызды да аппақ масса болғанша миксерлейміз. Ақуызды салып, төменнен жоғары қарай біркелкі болғанша барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң разрыхителімізді ұнымызға салып, ұн илегіштің көмегімен 2-3 бөлікке бөліп салыңыздар. Бірден салуға болмайды. Төменнен жоғары қарай бұны да дәл солай біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Және де формамызға салып пісіреміз. Менде 24 сантиметрлік форма. Егер сіздер 22 сантиметрлік формаға салсаңыздар, бисквиттеріңіз одан сайын биік болып шығады. Пешімізге 35 минутқа салып аламыз, 180 градусқа. Және де піскенін ағаш таяқшамен тексеріп 5 минутқа төңкеріп қойыңыздар. Бисквитіміз суыған соң кесіп алыңыздар, ыстықта кескеу болмайды. Осымен біздің өте жылдам бисквитіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ләззат баршаңызға ас болсын.